Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Бүгінгі сабақта мен кез келген сабақтарыңызды жүйелеп беретін технологиямен таныстырғым келеді. Көпшіліктеріңіз білетін шығарсыздар. Дегенмен де тағы бір тоқталып өтсем. Ол Беспальканың дамыта оқыту технологиясы. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл 4 сатыдан тұрады. Оқушы сатысы, алгоритмдік саты, эвристикалық саты және шығармашылық саты. Мен әдетте осы сатыларға негіздеп сабақты құрамын. Ол мейлі ашық сабақ болсын, мейлі жай сабақ болсын. Ең бастысы балалар сатылай жоғары көтерілгенін көремін. Оқушы сатысында не істеймін? Оқушы сатысында үй тапсырмасын тексеремін. Оған әртүрлі әдіс-тәсілдер, үй тапсырмасын тексерудің амалдары менің YouTube каналымда бар. Жаңа сабақты бекіту деген плейлисттен таба аласыздар. Тіпті болмаса, осы видеодан кейін соңына сілтемесін қалдырып кетемін. Алгоритмдік саты бұл жаңа сабақты түсіндірудің деңгейі. Бұған кез келген сабақты ашық сабаққа айналдыратын әдістер, немесе функционалды сауаттылыққа арналған су жаңа әдістер, және кейіннен салынып жатқан түрлі кері ойла, тағы да басқа да жаңа әдістер салған едім, солар жарайды. Енді эвристикалық саты дегеніміз не? Эвристика деген сөздің өзі эврика, жаңалықтан шығады. Балалар бұл сатыда жаңалық ашулары керек. Мәселен, қалдық заттардан бір дүние шығару деген сияқты тәжірибе жасауға болады. Баклажка дейміз ғой, бөтелкенің сырты, жіптерді, тіпті өмір қауіпсіздігін қадағалай отырып, әртүрлі қалдық заттарды болсын, кез келген нәрселерден тәжірибе жасап, тақырыпқа байланысты немесе мақсатқа байланысты ойыстырсаңыздар, нұр үстіне нұр. Немесе менің каналымда тест құрастыруға арналған шаблондар деген сабақ бар. Ақтарып қарасаңыздар болады. Ол тағы да сол, шатаспасам, жаңа сабақты бекіту деген плейлистте болу керек. Сол әдіс арқылы эвристикалық сатыны жүзеге асыруға болады. Яғни оқушылар жаңалық ашып, тест тапсырмаларын құрастырады. Тіпті болмаса сабағымда, кешіріңіздер, тіпті болмаса каналымда эвристикалық сатыға келетін әртүрлі тапсырмалар жинақталған мектебім мейірім мекені деген тәрбие сағаты бар. Дайын үлгіде анасын сағынған бала сабағы бар. Сонымен қатар тәуелсіздік теңдесі жоқ тұғырым деген сабақтар болу керек. Сол жерден қарай аласыздар. Енді шығармашылық сатыда не ұсынуға болады? Шығармашылық, яғни творчество дейді. Балалар өздері эссе жазуларына болады, жарнама жасауларына болады, аукцион өткізулеріне болады. Яғни сіздердің фантазияларыңызға және балаларыңыздың деңгейіне байланысты. Бар жоғы 4 саты сабақтарыңызды жүйелеп, жинақтап, нәтижеге қарай бағыттайтын сөзсіз. Сіздерге ой салдым деп ойлаймын. Рахмет, сау болыңыздар. Лайк пен комментарийді ұмытпаңыздар.